Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 106-шы сабақ су біздің басты байлығымыз. Сабағымыз бастамас бұрын каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Ал бірінші тапсырмада бізде осы есептерді шығаруымыз керек және қайсысы зат артық екенін табуымыз керек. Барлығында 2 шығады және 15-ті 5-ке бөлсек 3 және бізде артық зат мына жер екен. Келесі өрнектерді оқы, жаднаманы пайдалана отырып амалдардың орындалу реттілігін анықта. Мына амалдардың қайсысы бірінші орындалуы керек, соны анықтауымыз керек. Так, бөлу бізде бірінші орындалады. Және 12-ні 6-ға бөлсек 2, 37 2-ні болса 39, 5 2 10, 4-ті 2-ге бөлсе 2, 10-ға 2-ні қосса 12. Келесі 27-ні 6-ға қосса азайтса 21, азайтса 3, азайтса 18. Және 54-те 14 азайтса 40, 40-қа 7-ні қосса 47. Үшінші бағанда бірінші 12-ні 6-ға бөлуіміз керек. 2 болады, 2-ні 3-ке көбейтуіміз керек. 6 болады. 3-ке 4-ті көбейтсек 12, 12-ні 2-ке бөлсек 6. Одан кейінгі бізде 5 пен 10-ды қоссақ 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ке 5-ті қоссақ бізде жауабы 10 болады екен. Келесі 98-ден 90-ды азайтсақ 8, 8 2-ге өтсек 16, 16-ға 50-ді қоссақ 66. Келесі өрнектердегі амалдардың орындалу реттілігін анықта, оларды оқып мәнін тап. Бірінші 12-ні 2-ге бөлеміз және 9-ды қосамыз. Жауабы 15. 9-ды 2-ге өтеміз 18 және 50-ден 18 азайтсақ 32. Келесі 6-ға 6-ны қосамыз 12, 12-ні 2-ге бөлеміз 6. 78-ден 75 азайтамыз 3, 3-ке 2-ні көбейтеміз 6. 38-ден 32-ні азайтамыз 6, 6 2 12. 7 2 14, 14-ке 25-ті қоссақ 39. 8 5 40, 27-ні 3-ке бөлсем 9, 40-қа 9-ды қоссақ 49. 7-ден 4 азайтсақ 3, 3-ке 8-ді көбейтсек 24, 24-ке 50-ді қоссақ 74. 18-ден 9 азайтсақ 9, 9 4-ке өтсек 36, 136-ны азайтсақ 60, 100-ден 36-ны азайтсақ 64. Кішкентай бөтелкедегі су 35 теңге, ал үлкен бөтелкедегі су бізде 65 теңге дейді. Кішкентай 35, үлкен 65, бір қорап шырынның бағасы үлкен және кішкентай бөтелкедегі судың бағасына қарағандағы бірге алғандағы 100 теңгеге қымбат. Бір қорап шырын неше теңге тұрады дейді. Біз мына есепте 35 пен 65-ті қосамыз, бұл бізде оған және оған қосамыз 100-ді. 100 теңгеге қымбат деген соң, бұнда жауабы 200 теңге. Бір қорап шырын 200 теңге тұрады екен. Келесі, дүкендегі 55 кішкентай бөтелкедегі және одан 20-сы кем болғандықтан азайтамыз 20-ны. Үлкен бөтелке су алынды. Және барлығы қанша, оған тағы да 55-ті қосамыз. Сонда бізде жауабы 90. Келесі, Нұрланның 500 теңгесі болды. Ол кішкентай бөтелкедегі суды 35 теңгеге, үлкен бөтелкедегі суды 65 теңгеге сатып алды. Демек, неше теңге қайтты? 35 пен 65-ті қосамыз және 500-ден азайтамыз. 500 азайту 35 қосу 65. 35-ке 65-ті қосақ жауабы 100, ал 500-ден 100 азайтсақ 400 шығады. 400 теңге қайтарылды. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Амалдарды орындай отырып нені білесің? 40-та 15 азайтсақ, жаңағы үйден неге Аляның үйіне сырының үйіне дейінгі баратын қара қашықтық айырмашылығы. Және 15-ке 30-ті қосса 45, бұл 2 жолға кететін қара қашықтық. Аляның үйіне музейге, музейден кімнің үйіне, сырымның үйіне. Келесі барлық жолға қанша қашықтық кетті? 85. Одан кейінгісі ара қашықтығы 15 болады екен.